Сәлем достар, бүгінгі сабақта сіздермен сызықпен жүретін машина зигзаг жасайтын боламыз. Ең әуелі мына көрсетілген білім беру роботын құрастырып алуымыз керек. Бізде байқасаңыздар түс датчигі 3-ші портқа жалғанған. Және B моторы оң жақта, S моторы сол жақта EV3 модуліне жалғанған. Зигзаг ең баяу, ең тұрақты болып табылады. Оң жақтағы түс датчигі қара түске келсе, оңға тең, ақ түске келсе, 70-ке тең. Біздің бағдарламада датчигіміз қара түске баратын болса, оңға бұрылады. Ал ақ түске баратын болса, солға бұрылады және зигзаг бағытымен жүреді. Олай болса, бағдарламаны жазып көрейік. Бағдарламаны құрастыру үшін өз компьютерімізде Lego Mindstorms EV3 бағдарламалық жасақтамасы орнатылу керек. Жұмыс үстеліндегі Lego Mindstorms EV3 бағдарламалық жасақтамасын ашып аламыз. Және осы жерден плюс батырмасын басамыз. Осындай бағдарламаны құрастыруға арналған жұмыс беті ашылады. Бағдарламаға цикл қолданамыз. Циклдің ішіне бір ғана шарт саламыз. Ол екі датчик болып табылады. Датчик цвета, одан кейін салыстыру, одан кейін мына батырманы таңдаймыз. Бізде түс датчигі 3-ші портта жалғанған. Кіші болатын болса 20 деп береміз. 20-дан кіші болатын болса, үлкен мотордан 2 саламыз. Және біріншісін қосамыз. Мына жерде B. Екіншісін сөндіреміз. Мына жерде S. Әйтпесе екі үлкен мотор. Бұл жерде B. Ал мына жерде S. Біріншісін сөндіреміз. Мына жерде қосамыз. Егер роботтың оң жағы ақта тұратын болса, солға жүрсін. Қарада тұратын болса, оңға қарап жүрсін. Енді роботымызға жүктеп көреміз. Ол үшін роботымызды кабель арқылы байланыстырып аламыз. Мінекей енді жүктеу батырмасын басып жүктейміз. Бағдарламамыз жүктелді, енді тексеріп көрейік. Бағдарлама 5 секунд күтеді. Мінекей достар, құрылған бағдарламамыз роботқа сәтті жүктелді. Роботымыз шеңбер бойындағы сызықпен жүріп өтті.